2022 жылы ауыл ел бесігі жобасы аясында Түркістан облысындағы 104 елді мекенде 253 жобаны іске асыруға бюджеттен жалпы 18 миллиард теңге бөлінді. 164 нысан бой көтеріп, ел игілігіне берілді. Жобаларды жүзеге асыру барысында 3,5 мыңға жуық уақытша жұмыс орындары ашылды. Ауыл ел бесігі жобасының мақсаты ауылдағы өмір сапасын жақсарту. Маңызды жоба аясында ауылдарда жолдар жөнделіп, білім, мәдениет, спорт және денсаулық сақтау нысандары бой көтеруде. Сондай-ақ ауыл инфрақұрылымын дамытуға баса мән беріледі. Түркістан облысында денсаулық сақтау саласында 10 жоба, білім саласында 34 жоба бойынша құрылыс және күрделі жөндеу жұмысы атқарылды. Мәдениет пен спорт салаларында 20 жоба, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында 21 жобаның құрылысы басталып, ағымдағы жылы халыққа пайдалануға беріледі. Жол мәселесіне қатысты 168 жоба іске асырылды. Осы өзгерістердің барлығы Түркістан облысы тұрғындарының өміріне оң әсерін тигізетіні сөзсіз.